Сәлем достар, мен сендерге бүгін ханшайымдар ертегісін айтып беретін боламын. Бұрынғы өткен заманда бір кісінің 3 қызы болыпты. Соңғы қызы жастау, ал 2 қызы бір-бірінен аумайды екен. 2 қызы ұзатылатын жасқа да келіп қалыпты. Және бірінші құдалы оларға келеді екен. Бірінші құдалы олардың қайсысын алатынын білмей басы қазып кетіп қалады екен. Екінші құдалыққа ауылдың ең бай адамы Құрманғазының баласы келеді екен. Сонда ол екеуі терезеден қарап тұрған Құрманғазының баласы келді деп айқайлап жібереді екен. Анасы леди дастархан жая қалады. Құрманғазының баласы айтады екен, енді бұл екеуінің қайсысын алсақ болады екен деп ойланады екен. Сонда оның анасы айтады екен, онда бұл екеуін кімнің самаурыны бірінші қайнайды, біз соны келін қыламыз өзімізге дейді екен. Содан кейін олар самаурынын қайнатып отырады. Жарты сағат, 1 сағат өтеді. Және оның 3-ші қызы шығады екен. Сонда Құрманғаз айтады, бұл да сіздің қызыңыз ғой, бұл да сайысқа қатыссын деп, оны да самаурынмен жіберіп жібереді екен. Оның да самаурыны қайнап бітеді. Ол анасынан көп тәжірибе алған екен. Үшеуінің де самаурыны бірдей қайнап бітеді екен. Бірінші ана екеуінікін көріп ішінде тұзы аз немесе шайын дұрыстап қоспағанын көреді. Ал 3-ші қыздікі барлығы дұрыстап піскенін айтады екен. Содан кейін Құрманғазының баласы мен әлгі әйелдің 3-ші қызы бақытты өмір кешіпті. Сау болыңыздар достар.